Кайырлы күн достар. Бүгүнкү видеода песочный тестодон жасалынатын дәмдүү рогалики дайындаймыз. Ол үчүн видеону соңуна дейин карап, лайк басып, комментарий калдырыңыздар. Эң алдымен камырын дайындап аламыз. Ол үчүн бизге un, каймак, сары май, сахарный пудра және бір жұмыртқа керек болады. Мен unга 1 чай кашык копсуткуч салып алдым. Енді оның үстіне сахарный пудраны салып, бір рет араластырып жиберемиз. Және де оған сары майымызды саламыз. Бізде сары май бөлме температурасында жұмсақ болып тұрған сары май. Осыны жақсылап араластырамыз. Сары майды араластырып болдық. Енді оның үстіне бір жұмыртқаны салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Бізде 2 ас қасық қаймақ бар, соны салып, рогаликидің қамырын дайындаймыз. Міне біздің рогаликиміздің қамыры дайын болып қалды. Егер сіздердің қамырыңыз жұмсақ болып жатса, оған 20-30 грамм un қосып араластырып жіберсеңіз болады. Керісінше қатты болып жатса, оған кішкене қаймақ қосып, жұмсақ етіп, өз ойлаған қамырыңызды дайындап алуыңызға болады. Енді дайын болған қамырды пакетке салып, холодильникке 20-30 минутқа демалдыруға жібереміз. Тестамызды алдық. Біздің тестамыз 20-30 минут холодильникте тұрған болатын. Бізде қамыр көп болғандықтан оны ұзыншалап жайып аламыз, және де оны бөліктерге бөлеміз. Менде 6 бөлік шықты. Енді осы бөліктерді әдемілеп домалақтап қоямыз. Жаюға ыңғайлы болусын домалақтап аламыз, және де оны оқтаумен жаямыз. Енді осы қамырды оқтаумен жайып бастаймыз. Он себеп жаюға да болады. Орташа қалыңдықта жайып аламыз, және де оны пышақпен 4 бөлікке бөлеміз. Осы бөлген бөліктерді тағы да 2 бөлікке бөліп аламыз. Сосын қамырымыздың ең бас жағына мен вареный сгущенка салдым. Орау үшін басынан бастаймыз. Сосын сіздер кез келген начинканы қолдануыңызға болады. Осылай дәл видеодағыдай орап отырамыз. Осылай рогаликидің формасын шығарамыз. Дайын болған печеньені қызып тұрған пеште қызарғанша пішіріп аламыз. Міне печеньеміз пісіп шықты. Осы кезде ыстық күйінде үстіне сахарный пудраны себетін боламыз. Осылай біздің печеньеміз дайын болды. Біздің рогаликиіміз өте тәтті болып шықты. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Подписаться кнопкасына басып қойыңыздар.